Asil Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Осы сенбі күні сіздердің назарларыңызға таңқурай мен маскарпоне кремінен жасалынған және фисташка жаңғағымен әсемделінген тортты ұсынғалы отырмын. Әр сенбі жаңа рецептерді өткізіп алмау үшін каналыма жазылуды ұмыт кетпеңіздер. Ал енді процестің өзіне келейік. Ең басында шекер мен жұмыртқамызды жақсылап араластырып, массамыз жақсылап көпіріп, 3-4 есе көбейгенге шейін жақсылап шайқалаймыз. Бисквитіміз жұмсақ болып шығу үшін жұмыртқа мен шекерімізге простоквашино деп аталатын массаны қосамыз. Америкада ол buttermilk болып өтеді. Егер де сіз оны таба алмасаңыз, жай ғана пісте майын қолдансаңыз, немесе зәйтүн майын қолдансаңыз болады. Видеода көрсетілгендей массамыз жақсылап көпіріп, көбейгеннен кейін жәймендеп ұнымызды қосамыз. Ұнымызды ең басты илегіштен өткізіп аламыз. Ұн қосылған массамызды өте мұқият болып, астынан төбеге қарай спатуламен араластырамыз. Бұл жерде маңыздысы миксермен пайда болған ауаны өлтіріп алмау. Массаны жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала дайындалған, яғни пергамент жайылған екі формаға тең бөліп, және де алдын ала 180 дәрежеге дейін ысытылған пеште беті қызарғанға дейін орталама 25-30 минутқа дейін пісіреміз. Суығаннан кейін бисквиттерді 4-ке бөлеміз. Крем үшін маскарпонені шекер пудрасымен араластырып, шекер пудрасын видеода көрсетілгендей илегіштен өткізіп аламыз. Ең соңында қою кілегейді енгіземіз. Кремнің ішінде қою кілегей болғандықтан, әрдайым кремнен көз алмай қарап отырамыз. Себебі миксермен қатты шайқалап жіберсек, кілегейіміз майға айналып кетуі мүмкін. Сол себептен әрдайым креміміз қоюланғанға дейін қасында тұрып бақылап тұрамыз. Крем процесі негізі кішкене қиынырақ болғандықтан, мен видеоны жылдамдатпай бүкіл процесті сіздерге анық болсын деп көрсетіп жатырмын. Көрсетілгенде креміміз кішкене сұйықта болды, тағы да 1-2 минуттай ары қарай шайқалауды жалғастырамыз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға көрсетіп тұрған кремнің консистенциясы дәл бізге керек консистенция. Яғни формасын крем өзі жақсы ұстап тұр. Ал енді тортымызды жинауға кірісейік. Бүгін мен сіздерге разъемное кольцо деген сақинада тортты қалай жинау кереккен көрсеткім келіп отыр. Видеода көрсетілгендей тарелкеге немесе подложкаге кішкене крем жағып, сақинамызды кіргіземіз. Сақинаның ортасына ацетатный пленканы жайғастырамыз. Және ең бірінші бисквитімізді қойып, үстіне керегінше кремді жағамыз. Крем жағылып болғаннан кейін таңқурайларымызды қалауыңыз бойынша көп, немесе аз, жазғы уақытта әрине көбірек қосып, молынан таңқураймен дәмдендіруге болады. Тортымызды осы шекілде бисквитіміз бен креміміз аяқталғанға шейін жинаймыз. Яғни бисквит, крем, таңқурай.
Бүгін сіздермен бөлісіп отқан торт негізі өте биік болып келеді. Сол себептен егер де сізде орташа бойлы бір торт жасағыларыңыз келсе, видеоның төменінде көрсетілген ингредиенттерді 2 есе азайтсаңыздар болады. Ал егер де мен секілді биік бір торт жасағыларыңыз келсе, видеода көрсетілгендей разъемный кольцоның, яғни сақинаның биіктігі біткен кезде қосымша ацетатный пленканы орналастырып, тортыңызды біткенге шейін әрі қарай жинауды жалғастырасыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін, тортымызды тоңазытқышқа ең аз дегенде 3-4 сағатқа, яғни креміміздің қатаюына қойып қоямыз. Яғни әрине неғұрлым көп уақытқа қойсаңыз, соғұрлым тортпен әрі қарай жұмыс істеу жеңілірек болады. Видеода көрсетіліп тұрғандай, тоңазытқышқа тұрғаннан кейін біздің ацетатный пленка өте жеңіл алынады және крем ешқай жаққа жағылып қалмайды. Және де өткен жылдары өте популярны болған, яғни модада болған, трендте болған торттарымыз naked торттар деп аталатын. Naked тортты да осы шекілде жасасаңыз болады. Сол кезде сіздің тортыңыздың жанындары крем жақпасаңыз да әдемі, таза келбетте болады. Ары қарай ацетатный пленкамыз алғаннан кейін өте жұқа бір қабатпен кремдерді орналастырамыз. Бұл жердегі крем жағуымыздың мақсаты қосымша қоқымдарды осы креммен жабыстырып, ары қарай келесі кремнің қабатымен жұмыс істегенде бізге кедергі болмау үшін жасаймыз. Тортымыздың жандары мен беттеріне бірінші қабаты кремімізді жағып болғаннан кейін және алдында айтылғандай қоқымдарды жинайтын қабатымыз біткеннен кейін келесі қабатымызды қалынырақ, молынан қылып жағамыз. Бұл жолғы қабатымызды енді әсемдеп, әдемілеп жағып жайғастырамыз. Себебі бұл біздің соңғы креміміз болғандықтан тортымыздың қаншалықты әдемі болып көрінуі осы қабатқа қарай қатты байланысты болады. Ең бастысы тортқа крем жаққан кезде, ең бірінші торттың жандарына кремді жағып болғаннан кейін барып қана, ең соңғы этапта торттың бетін, яғни поверхность торта деп айтады ғой, соны ең соңғы кезде жасаймыз. Ал енді біздің кезек фисташки жаңғақтарына келді. Алдын ала мен ірі қылып үгітіп алдым. Кішкене әдемірек болсын деп, тым ұсақ болса, кішкене жұмыс істеуді қиынырақ болады және көрінісі де, келбеті де басқаша өзгереді. Сол себептен әрине бұл да әркімнің өз қалауына байланысты болады. Видеода көрсетіліп тұрғандай жаңғақтарымызды торттың бүкіл жандарын қамтитындай қылып, яғни ешқандай тесік, ешқандай ақ бөліктер қалмайтындай қылып жайғастырамыз.
кезек таңқұрайларға да жетіп келді. Өзіңіз қалауыңыз бойынша торттың бүкіл бетіне таңқұрайларды орналастырып шығасыз. Көктем айында бізге жазды еске салатын бір тамаша торт болып шықты. Өзі өте жеңіл, жидектерге толы. Сондай әрине бұл тортты сіздер жазда көбірек молынан дайындайтындарыңыздан күмәнім жоқ. Ал егер де торттың ішкі құрылысына қарайтын болса, торттың қаншалықты жеңіл, яғни бисквиттің ғана емес, кремнің де өте жеңіл болып шыққанын көруге болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоға лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сенбі жаңа рецепттермен кездескенше күн жақсы болғай. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.